пайғамбарлардың саны және Құранда аты аталған пайғамбарлар. Аллах тағала адамдарға тура жолды көрсету үшін көптеген пайғамбар жіберді. Олардың алғашқысы Хазіреті Адам алейхиссалям болса, соңғысы Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалям екені әмбеге аян. Асылында әрбір үмметке берер пайғамбар жіберілгендігі Құранда ашық түрде баян етіледі. Бірақ жер бетіне хақ дінді тәблиғ ету үшін жіберілген пайғамбарлардың нақты саны белгісіз. Құранда пайғамбарлардың саны жайында мәлімет жоқ. Тек хадисте 124 мың, екінші бір риуаятта 224 мың пайғамбардың адамзатқа келіп кеткендігі айтылады. Әрине, бұл тақырыптың тікелей иманға тигізер пайдасы да, зияны да жоқ. Сондықтан, мәселені имани тұрғыдан таразылағанда, ең бастысы жер бетіне хақ дінді үйрету үшін жіберілген күллі пайғамбарларға иман еттім деген пікірді ұстану болмақ. Немесе сол мазмұндағы Хазіреті Адамнан алейхиссалям, Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалям пайғамбарға дейін келіп кеткен барлық пайғамбарларға иман еттім деген пайым сенім тұрғысынан ең абзал ұстаным. Құранда тек 25 пайғамбардың есімі ғана аталады. Өзге пайғамбарлар жайында Құранда Хазіреті пайғамбарымызға расында сенен бұрында елшілер жібердік, олардың кейбірін саған баян еттік те, кейбірін баян етпедік. Ғафыр сүресінде делінген. Егер осы 25 пайғамбардың 18-нің есімі Анғам сүресінің 83-86 аяттарында кездессе, өзгелері басқа аяттарда аталады. Ендігі кезекте сол аяттарға назар салып көрелік. Ибрахимнің еліне байланысты берген дәлеліміз осы. Қалағанымыздың дәрежесін көтереміз. Күдіксіз, Раббың хикмет иесі, толық білуші, және оған Исхақ, Яқубты бердік. Барлығын тура жолға салдық. Бұрын Нухты да тура жолға салып, және оның ұрпақтарынан Дәуд, Сүлеймен, Әйюб, Юсуф, Муса және Харунға да тура жолды көрсеттік. Игілік істеушілерге осындай сыйлық береміз. Және Закария, Яхия, Иса және Ильяс барлығы жақсылардан. Исмаил, Әлияса, Юнус әрі Лутты барлығын әлемге ардақты қылдық. Анғам сүресі. Негізінен Аллах Адам мен Нухты және Ибрахим мен Имранның жұрағатын әлемдерге ардақты қылдық. Әлі Имран сүресі. Ад еліне туыстарды Худты жібердік. Ағраф сүресі. Самуд еліне туыстары Салихты жібердік. Худ сүресі. Мәдиянға туыстары Шуғапты жібердік. Худ сүресі. Исмаил, Идрис, Зүлкифілдерге де мәрхамет еткен едік. Солардың барлығы да сабырлы еді. Әнбия сүресі. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалям сендерден ешкімнің әкесі емес, бірақ Аллахтың елшісі және пайғамбарлардың соңы. Аллах әр нәрсені толық білуші. Азғап сүресі. Енді Құранда аты аталған 25 пайғамбарға жеке-жеке қысқаша тоқтала кетейік. Бірінші, Хазіреті Адам алейхиссалям. Адамзаттың алғашқы атасы, әрі алғашқы пайғамбар. Аллах тағала оны жоқтан бар етіп, топырақтан жаратқан. Кейінірек оған серік әрі жұбай ретінде сол қабырғасынан Хазіреті Хауа ананы жаратты. Аллахтың әмірімен періштелер оған сәжде етті, тек Иблис қана сәжде етуден бас тартты. Аллах Адам ата мен Хауа ананы алғашқыда жәннатқа орналастырды, бірақ олар шайтанның арбауына түсіп, тыйым салынған ағаштың жемісін жеп, жәннаттан шығарылып, жер бетіне түсірілді. Кітап ретінде Хазіреті Адамға алейхиссалям 10 парақ түскен. Риуаят бойынша ол Араб түбегінде 930 жыл өмір сүрген екен. Екінші, Хазіреті Идрис алейхиссалям. Хазіреті Адамнан алейхиссалямнан кейін Құранда аты аталған пайғамбар. Хазіреті Идриске алейхиссалям байланысты Құранда 4 аят бар. Оған 30 парақтан тұратын кітап түскен. Адамзат тарихында ол алғашқы садақ атуды, тігін тігіп жазуды бастаған адам ретінде мәлім. 360 жылы өмір сүргендігі жайында риуаяттар бар. Үшінші, Хазіреті Нух алейхиссалям. Хазіреті Адам алейхиссалям дүниеден өткен соң, адамдар уақыт өте келе хақ діннен шығып, жасанды пұттарға табынуға көшті. Оларды таухид сеніміне, хақ дінге шақыру үшін Аллах Хазіреті Нухты елші етіп жібереді. Хазіреті Нухтың айтқанына құлақ аспаған қауымына Аллах тағала жаза ретінде топан суды
тоғытып жаңа нәсіл шығарды. Хазіреті Нұхтың өмір сүру мерзімі 950 жылға созылған. Төртінші, Хазіреті Худ алейхиссалям Йеменнің Хадрамут аймағындағы Ахкаф деп аталатын жерде өмір сүрген. Ат қауымына пайғамбар етіп жіберілген. Ат қауымы топан судан кейін жолдан тайғандардың бірі болатын. Хазіреті Худ алейхиссалям қауымын хақ дінге шақыру барысында көптеген мұғжиза көрсеткенімен одан ешқандай нәтиже шықпайды. Қауымы иман етуден бас тартқандықтан Аллахтың азабына ұшырап, қатарынан 7-8 күндей алапат дауыл соғып, қауымы бақилық болады. Худ алейхиссалям 150 жыл өмір сүрген. Бесінші, Хазіреті Салих алейхиссалям Шам мен Хижаз өлкесі арасында ғұмыр кешкен Самуд қауымына жіберілді. Хазіреті Салих қауымына насихат айтып, тура жолға бет бұруға шақырды. Самудтықтардың кейбірі иман еткенімен басым көпшілігі дінге мойын бұрмады. Тіпті сенбегенімен қоймай, Хазіреті Салихтың жартас арасынан мұғжиза етіп шығарған түйесін өлтіріп, Аллах тағаланың ғаділетті қаһарына ұшырады. Осындай азғындардың ақыры олардың жер қойнауына кетіп, жоюларына себеп болды. Алтыншы, Хазіреті Ибрахим алейхиссалям ең ұлық пайғамбарлардың бірі. Кішкентай сәбилік шағында Аллахтың бар екенін сезіп, оны айға, күнге, жұлдыздарға қарап іздеген. Хазіреті Ибрахим Вавилон патшалығының гүлденген дәуірінде елшілік қызметпен жіберілген. Оны Вавилон патшасы Намутты иманға шақырады. Ал Намут болса оған зәреде де құлақ аспай, оны тау болып лаулап жатқан отқа лақтырады. Сонда Құдайдың құдіретімен жалындаған аптап от сап салқын болады да Ибрахимге ешқандай да әсер етпеді. Хазіреті Ибрахим Халилуллах деген лақап атымен де танымал. Ол ұлы Исмаил екеуі қақбаны салады. Жетінші, Хазіреті Лут алейхиссалям Хазіреті Ибрахимнің жиені жас кезінде көкесі Хазіреті Ибрахимге иман еткен. Лут пайғамбар жаңа бір шариғат әкелген жоқ. Оның негізінен Хазіреті Ибрахимнің шариғатымен амал етті. Лут пайғамбардың қауымы аса жеркенішті жыныстық құмарлықтармен атағы шығып, осы азғындардың кесірінен Аллах тағаланың қаһарына ұшырап өмірлерімен қош айтысқан. Сегізінші, Хазіреті Исмаил алейхиссалям Хазіреті Ибрахимнің алейхиссалям Хажар есімді әйелінен дүниеге келген тұңғыш перзенті. Хазіреті Ибрахим бәйбішесі Сараның қызғанышымен Аллахтан келген әмір бойынша ұлы Исмаил мен анасы Хажарды Меккеге әкеледі. Бала Исмаилдың құрғақшылық кезде жерді теуіп, зәмзәм суы шығарған керемет баршаға мәлім. Исмаил өсе келе әкесінің хаққа берген уәдесіне байланысты құрбандыққа шалынбақ болады. Осылайша Хазіреті Ибрахим Аллахтың сынағынан елшіге тән қасиетпен сәтті өтеді. Хазіреті Ибрахимге Аллахтың әмірімен ұлының орнына жәннаттан көк қошқар түсіріліп құрбандыққа шалынады. Тоғызыншы, Хазіреті Исхақ алейхиссалям Хазіреті Ибрахимнің бәйбішесі Сара анамыз көрген ұлы. Хазіреті Исхақ Аллахтың Хазіреті Ибрахимге қартайғанда сыйлаған перзенті еді. Хазіреті Исхақ әкесі Ибрахимнің көзі тірісінде ұлы жаратушымыздың қалауымен Шам халқына пайғамбар етіп жіберіледі. 10-шы, Хазіреті Яқуб алейхиссалям Хазіреті Исхақ пайғамбардың ұлы Юсуф пайғамбардың әкесі. Сүйікті ұлы Юсуфты жоғалтып алған соң жылаудан екі жанарынан бірдей айырылып зағиптік халге түседі. Юсуфтың бауырлары Мысыр еліне Юсуфты кездестіріп, оны көйлегін әкелеріне әкеп бергенде, әкелері ұлының көйлегімен көзін сүрткенде жанарына нұр бітіп, жарық дүниені қайта көреді. Ол Палестинаның солтүстік аймағына пайғамбар болып жіберілген болатын. Хазіреті Яқуб пайғамбардың екінші есімі Исраил еді. Сол себепті ибранилерді Исмаил ұлдары деп те атайды. 11. Хазіреті Юсуф алейхиссалям Яқуб пайғамбардың алейхиссалям аса сүйікті ұлы. Бауырлары оны әкелерінен қызғанып өлтірмек болып құдыққа тастайды. Алайда құдықтан су алмақ болған керуеншілер оны шығарып алып, Мысыр еліне апарады да сатып жібереді. Кейінірек Мысырдың қазына басы, сонан соң патшасы болып, бауырларын Мысырға әкелдірген. 12-ші, Хазіреті Шұғайб алейхиссалям бұтқа табынушы Мәдиян қауымына пайғамбар етіп жіберілген. Мәдиян халқы оның айтқан үгіт насихатына құлақ аспай, өз білгендерін жасаудан тайынбағандықтан Аллах оларды зілзала апатымен жойып жібереді.
Ал Шұғайып және оған иман келтірушілер бұл апаттан аман қалды. Хазіреті Мұса Шұғайып пайғамбарға 10 жылдай қызмет ету шартымен оның қызына үйленеді. 13. Хазіреті Мұса алейхиссалям Фирғауын түс көріп, Израиль ұлдарының келешекте басына бәле болып жабысатындығынан шошынып, дүниеге келген ер баланың бәрін көзін жоюға әмір береді. Хазіреті Мұсаның осындай сәтте дүниеге келген. Анасы оның Фирғауын жендеттерінің қолына түсуінен қорқып, Аллахтың аянымен сандықты жүргектеп салып, Ніл өзеніне ағызып жібереді. Өзендегі ағып бара жатқан сандықты Фирғауынның әйелі алдырып, ішіндегі сәби Мұсаны өзіне бала етіп асырап алады. Аллахтың құдіретімен Хазіреті Мұса Фирғауынның сарайында ер жетіп, Мысыр еліне пайғамбар ретінде жіберіледі. Ақырында ол Исраил ұрпақтарын біздің эрамызға дейінгі 1250 жылдары шамасында Мысыр елінен алып шығады. 14. Хазіреті Харун алейхиссалям Хазіреті Мұсаның туған ағасы. Ол өте шешен болған әрі сол қасиетті әжетке жарап, Хазіреті Мұсаның елшілік қызметіне жәрдем еткен. 15. Хазіреті Дәуіт алейхиссалям біздің эрамызға дейінгі 10 ғасырда өмір сүрген Дәуіт пайғамбар балалық шағын шопандықпен өткізген. Оған қасиетті кітаптың бірі Забур кітабы түскен. Ол Забурды ерекше сұлу мақамға салып қайталанбас әуен үйлесімділігімен оқитын болады. Дәуіт алейхиссалям біздің эрамызға дейінгі 1013-973 жылдар аралығында 40 жыл бойы әрі пайғамбар, әрі патша болып дүниеден өткен. 16. Хазіреті Сүлеймен алейхиссалям Хазіреті Дәуіт пайғамбардың ұлы және әкесі секілді патшалық құрып кеңірек пайғамбар болған. Сүлеймен пайғамбар жастайынан өте алғыр болып өседі. Бүкіл жануарлардың тілін білді. Тіпті Аллахтың әмірімен жындар оның әміріне бағынды. 17. Хазіреті Айюб алейхиссалям Хазіреті Айюб пайғамбар Шам маңында өмір сүрген адамдарға елші болған. Аллах Хазіреті Айюбтың әуелі мал мүлкін, сосын бала шағасын алып сынақтан өткізеді. Ол осыншалықты қиыншылыққа сабыр етіп, бір Аллахқа ғана сыйынып өткендіктен дінімізде асқан сабырлығымен танымал болған пайғамбар. Аллах тағала сүйікті құлы Айюбтың денесін құрттатып дертке ұшыратады. Мұндай жағдайда да ол сабырлықтың шыңын бағындыру арқылы дертінен айығады. 18. Хазіреті Зүлкифул алейхиссалям Хазіреті Алиясаның немере ағасының ұлы және сол кісіден кейін Исраил ұлдарына жіберілген пайғамбар. Хазіреті Мұсаның шариғатымен амал етсек, адамдарға Тәуратты уағыздап Шам өлкесінде дүниеден өткен. 19. Хазіреті Юнус алейхиссалям Ассирия патшалығының орталығы болған Нинова халқын хақ дінге шақырушы. Нинова халқы 33 жыл бойы оның үгіт насихатына құлақ аспаған соң, Аллахтың әмірінсіз Нинова қаласын тәрк етіп, соңында осы қателігі үшін Аллахқа шынайы түрде тәубе етеді. Аллах тағала тәубесін қабыл еткен Нинова халқы Хазіреті Юнусты тыңдамай, ақырында Аллахтың азабы таянғанда жаппай тәубе етуді бастайды. Аллах олардың да тәубесін қабыл етеді. Хазіреті Юнус елін тастап кеткен соң, жолда ол теңізге тасталып, онда оны алып кит жұтып қойып, ақырында Аллахтың құдіретімен дін аман жерге қайта шығады. 20. Хазіреті Ильяс алейхиссалям Исраил ұрпақтарына жіберілген елші. Яхудилер әдеттегідей оған да иман етпей, айтқан үгіт насихаттарын тыңдамай, керісінше оны ел жұртынан қуып шығады. Осы әрекеттері үшін Аллах яхудилерді ашаршылыққа ұшыратады. 21. Хазіреті Алияса алейхиссалям яхудилер бейне бір пайғамбарлардың үгіт насихатын тыңдау өздеріне харам етілгенде ешбір елшіге құлақ аспады. Тіпті Хазіреті Мұсаның шариғатында тәрк етті. Ескерусіз қалған пайғамбарлардың бірі Хазіреті Алияса еді. Ол ғұмырының соңына дейін яхудилерді хақ дінге шақырумен өтті. 22. Хазіреті Закария алейхиссалям Хазіреті Яхя пайғамбардың әкесі, Хазіреті Мариям ананың жездесі. Хазіреті Закария да яхудилерге жіберілген елші еді. Хазіреті Мариям ана Аллахтың әмірімен Хазіреті Исаға жүкті болып, дүниеге әкесіз бала келеді. Бірақ яхудилер Аллахтың бұл мұғжизасына сенбей, Хазіреті Закарияны Хазіреті Мариямның көңілдес болды деген айып тағып, ақырында 100 жастағы Закарияны алейхиссалям арамен кескілеп шәһид етеді.
23 Хазіреті Яхия алейхиссалям, Хазіреті Закария пайғамбардың қартайған шағында көрген перзенті, өліден тірі шықты деген мағынаға келетін оның есімін Аллах тағала қояды. Себебі қартайғанда перзенті болу екі талай жағдай болатын, алайда Аллахтың әмірімен Хазіреті Яхия келеді. Жастайынан пайғамбар болып, алғашында Хазіреті Мұсаның шариғатымен амал етті. Сол кезеңде Хазіреті Иса пайғамбар жаңа шариғатпен келген соң кейіннен соның жолымен жүрді. Яхудилер Хазіреті Яхияны да әкесі секілді жастай шахид етті. 24 Хазіреті Иса алейхиссалям, Аллахтың бір мұғжизасы ретінде әкесіз дүниеге келеді. 30 жасында пайғамбар болып, яхудилердің жалғыз жаратушыға ғибадат етуге шақырады. Инжил кітабымен жаңа шариғат келеді. Пайғамбарлығының мұғжизасы ретінде өлі жанды тірілткен, балшықтан құс жасап, оған жан берген, зағип жандардың көзіне нұр сыйлап, көптен дастархан түсірген. 30 жасында Хазіреті Иса алейхиссалям Аллах тағала көкке алдырады. 25 Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям, адамзатқа жіберілген соңғы пайғамбар. Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалям қасиетті Құран кәрім түсірілген және ол ең соңғы иләхи заңдылықтардың жиынтығы болып табылады. Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалям 610 жылы 40 жасында пайғамбарлық ұлық міндет жүктеліп, 632 жылы 63 жасында Аллах тағаланың әмірімен бұл дүниеден озады. Пайғамбарлардың дәрежесі. Басқа, бірақ пайғамбарлардың да өз арасында дәреже айырмашылықтары болама екен деп таңырқаудыңыз әбден мүмкін. Расында, мұндай сауалдың өзі негізсіз емес. Себебі жоғарыда айтып өткеніміздей, пайғамбарлардың барлығына бірдей ешқайсын бөліп жармай иман ету біздің басты міндетіміз. Басқалай жағдайдағы кез келген әрекет күпірліктің белгісі болып табылады. Себебі пайғамбарларға иман еткенде пайғамбарлардың араларын айырмаймыз, Бақара сүресі деген тұжырымымызды ұстанамыз. Дегенмен пайғамбарлардың түрлі дәрежедегі қызметіне қарай белгіленетін дәрежелерінің де болатындығын білгеніміз артық болмас. Сол пайғамбарлардың біреулерін кейбіреулерінен артық қылдық. Аллах олардың кейбірімен сөйлескен, кейінің дәрежесін көтерген. Бақара сүресі. Олай болса, пайғамбарлардың қызметтеріне қарай жүйеленген төмендегідей атаулары бар. Нәби сөзі хабаршы деген ұғымды білдіреді. Демек, нәби Аллахтан келген әмір мен тыйымдардан халықты хабардар етуші, жеткізуші деген сөз. Нәби сөзінің көпше түрі әнбия, хабаршылар. Нәби сөзі ұғымдық һәм терминдік жағынан расул есімін мазмұндас, бірақ нәби пайғамбарлар жаңа шариғат не жаңа кітап әкелмейді. Олар өзіне дейінгі иләхи заңдылықтарды жалғастырушы. Ал расул деп біз өзіне кітап түскен пайғамбарларды атаймыз. Екі сөздің мағына жағынан айырыласатын тұсы да осы жер. Мәселен, алғашқыда Хазіреті Мұсаның шариғатын ұстанып қауымына соны уағыздаған Хазіреті Яхияға алейхиссалям, Аллах Хазіреті Иса алейхиссалям жаңа шариғатпен келген тұста сол шариғатты ұстануын әмір етеді. Яғни, бұл жерде Хазіреті Яхия алейхиссалям нәби болады да, Хазіреті Иса алейхиссалям расул деп білеміз. Расул сөзі елші деген ұғымды білдіреді. Яғни, расул сөзі Аллахтың әмірмен адамдарға жаңа шариғатпен жіберілген пайғамбарларға тән. Расул мәртебесіндегі пайғамбарлар өзіне дейінгі діни заңдылықтарды жаңаша үкімдермен жеткізеді. Расул пайғамбарларға Аллах тағала көбіне кітап немесе парақтар түсірген. Сол себептен де әрбір расул нәби, әрбір нәби расул бола алмайды. Осы тақырыпқа байланысты аятта Құрандағы Исмаилді есіңе ал, шынында ол уәдесіне берік расул, әрі нәби кісі еді. Мәрьям сүресі. Улул азым пайғамбарлар. Улул азым сан түрлі ауыртпашылықтар мен тіл жетпес азаптарға төтеп беріп, Аллахтың ақ жолын үгіттеуден бір сәтте айнымаған пайғамбарларға берілген есім. Қиыншылықтың пайғамбарлардың қай-қайсысын болса да айналып өтпегені мәлім. Әрине, оған дау жоқ. Десек те, жекелеген аяттарда кейбір пайғамбарлардың Хазіреті Нұх, Хазіреті Ибрахим, Хазіреті Мұса, Хазіреті Иса және Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям өзге пайғамбарлардан бөлек арнайы айтылуы олардың дәрежесінің де бір саты жоғары екендігін білдірсе керек.
Бұған негіз ретінде төмендегі аяттарды келтіруге болады. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: сол уақытта пайғамбарлардан уәде етілген едік. Сенен Нұх, Ибрахим, Мұса және Мәрем ұлы Исалардан солардан берік уәде алған едік. Ахзаб сүресі. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: Аллах Нұхқа нұсқау берген нәрселерді және саған уахи еткенімізді, сондай-ақ Ибрахим, Мұса және Исаға нұсқау берген нәрселерімізді сендерге діни жол қылды. Шура сүресі. Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жаратушының соңғы елшісі. Пайғамбар жіберу Аллахтың әмірінде болса, оған иман ету пенденің міндеті. Аллах тағала адамзатқа 100 мыңдаған пайғамбар жіберіп, өз заңдылықтарын үйретті. Сол 100 мыңдаған пайғамбардың соңғысы Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам 610 жылы бүкіл адамзат пен жын атаулыға жіберілді. Ал 632 жылы Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам дүниеден озған соң пайғамбарлық міндет ұғымы, яғни пайғамбар келу мәселесі бір жолы тақтады. Ақырғы елші Хазіреті Мұхаммедтен саллаллаху алейхи вассалам соң қияметке дейін пайғамбар келмейді. Егерде кім мен пайғамбармын, маған Жібрейіл уахи әкелді десе, ол жан сөзсіз кәпір болады. Пайғамбарлардың барлығы да Аллахтың сүйікті құлдары бола тұра, олардың кейбірінің мәртебесі өзгелерден жоғары болғандығын жоғарыда тілге тиек еткен болатынбыз. Сол секілді соңғы ақыр заман пайғамбары Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам өзіне тән артықшылығы бар. Пайғамбарымыздың өзге пайғамбарлардан артықшылығын төмендегідей ретпен атап кетуге болады. Бірінші, алғашқы пайғамбар Худ Ад қауымына, Салих Самуд қауымына, Мұса пайғамбардың Исраил ұлдарына жіберілген секілді тек қана белгілі бір тайпаға не қауымға жіберілген. Ал Хазіреті пайғамбарымыз болса, күллі адамзатқа және ақыр заманға дейін келіп кететін адамзат пен жын атаулының барлығына бірдей жіберілді. Яғни ол жер бетіндегі барлық халықтың, барлық ұлттың пайғамбары. Мұны Құран аяттарды тайға таңба басқандай айғақтайды. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: біз сені бүкіл әлемге рахым етіп қана жібердік. Әнбия сүресі. Сені жалпы адам баласына қуандырушы, қорқытушы етіп қана жібердік, бірақ адамдардың көбі түсінбейді. Сәбә сүресі. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: айт, әй адам баласы, мен барлығыңа жіберілген Аллахтың елшісімін. Ағраф сүресі. Екінші, пайғамбарымыздың пайғамбарлығы қияметке дейін жалғасқандықтан әкелген Құраны да қияметке дейін өз күшінде болады. Алдыңғы пайғамбарларға парақтар мен қасиетті кітаптар түсірілгенімен бәрі дерлік Хазіретті пайғамбарымызға дейін түпнұсқа күйінде жетпеді. Жоғалатыны жоғалып, өзгеретіні өзгеріп, бұрмаланатыны түрлі бұрмалаушылыққа ұшырады. Ал бұл нені байқатады? Әрине, біз бұл жерде Аллахтың Құранға берген кепілдігін өзге кітаптарға бермегеннің айқын дәлеліне куә боламыз. Хижр сүресінде жаратушы Құранды біз түсірдік, қияметке дейін оны біз қорғаймыз. Хижр сүресі. Үшінші, Хазіреті пайғамбарымыздың келесі бір жөні бөлек ерекшелігі оның ең соңғы пайғамбар екендігі, одан кейін ешқандай пайғамбар келмейтіндігі Құранда да анық баян етілген. Мұхаммед сендердің ешбір кісінің әкесі емес, бірақ Аллахтың елшісі және пайғамбарлардың соңғысы. Аллах әр нәрсені толық білуші. Ахзаб сүресі. Үшінші, Хазіреті пайғамбарымыз соңғы пайғамбар болғандықтан оның әкелген діні исламы да ең кәміл де, ең иләхи дін. Исламның негізгі ерекшелігі ол алдыңғы иләхи діндердің жақсақ бұрмаланған үкімдерін жойғандығында. Шын мәнінде ислам Аллахтың разылығына бөлінген дін. Кім ислам дінінен басқа дін іздеп, сол сенімді өмірлік ұстаным етсе, оның жаратушы тарапынан қабыл болу мүмкіндігі жоқтың қасы. Құранда бұл мәселе қара қылды қақжарған, алмас қылыштай кесіп айтылған. Аллах алдындағы дін тек ислам ғана. Әл-Имран сүресі. Кім исламнан басқа бір дін іздесе, әсте
одан қабыл етілмейді де, ол ақыретте зиянға ұшыраушылардан болады. Әли Имран сүресі. Ал мына аят ислам дінінің кәміл дін екендігіне бірден бір айғақ. Бүгін діндеріңді толықтырдым, кәміл еттім және нығметтерімді тамамдадым. Сондай-ақ сендерге ислам дінін қоштап ұнаттым. Маида сүресі. Ислам дінінің ерекшеліктерін бұл жерде тізбектеп айтып жату тақырыптың шеңберінен шығатындықтан қысқаша баяндап отырмыз. Бір ауыз сөзбен айтқанда, ислам діні тұңғиық, терең, қамтымайтын, қарастырылмайтын мәселесі жоқ. 5. Хазіреті пайғамбарымызға ақыретте шапағат мақамы берілген. Жер беті оның үмметіне мешіт етіліп, соғыстан түскен олжаны алу халал болды. Әрине, мұның өзі екі дүние гүлзарының негізгі ерекшеліктері болып табылады.